Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді және өте пайдалы осындай горох сорпасын дайындап көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші етімізді жақсылап жуып, табамызға салқын су құйып, етімізді салып, жақсылап көбігі шыққанға дейін қайнатамыз. Отымыздың асты қатты жанып тұру қажет. Бұл бізде қысқа қатырылған болгар бұрышы, қызанақ, ішінде укроп қосылған. Етіміздің көбігі шыққанға дейін осындай көкөністерімізді дайындап аламыз. Өстіп картоптарымызды төрт бұрыштап тураймыз және пиязымызды жіңішкелеп турап, сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Қазанда қайнап жатқан етіміздің көбігін қайта-қайта алып тұрамыз. Көбігі таусылғаннан кейін етіміздің астын баяу отқа қоямыз. Баяу отта қайнап жатқанда үстіне бір дана пиязымызды және де үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Алдын ала менде қатырылған болгар бұрышы, қызанақ, ішінде укроп қосылған дәмдеуіштерді қосамын. Осылардың барлығын қосқаннан кейін кемінде 2 сағатқа қайнатамыз. Енді горохымызды тазалап жуып аламыз, одан соң ыстық суға бұқтырып қоямыз. Себебі ол ұзақ пісетіндіктен біз ыстық суға бұқтырып қоюымыз қажет. Енді етіміз 2 сағат қайнағаннан кейін осы горохтарымыз бен картоптарымызды саламыз. Мінекей достар, біздің етіміз баяу отта қайнап жатыр, арасында осылай араластырып тұруымыз қажет. Ет 2 сағат қайнағаннан кейін картоп пен горохты саламын. Содан соң 1 сағат жай отта тағы да қайнатамын. Картоп пен горохты салғаннан кейін тағы да қазанымызды араластырамыз. Картоп пен горохты салғаннан кейін қазанымыздан етімізді сүзіп алып, осындай майда бөлшектерге бөлеміз және де қайттан етімізді қазанымызға салып, барлығын қайтадан 1 сағатқа пісіреміз. Арасында сорпамызды араластырып тұрамыз. Мінекей достар, біздің горох сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, пайдалы тағамдардың бірі. Небәрі 3 сағатта дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.